жоқтың күйі жоқ. Елімізде қолжетімді баспана ең өзекті мәселелердің бірі. Халқымыздың ұлы дала квартиранттар атанғаны да жанға қатты батады. Анығын айтқанда, үйсіз-күйсіз жүрген қазақстандықтарды қолжетімді және сапалы баспанамен қамтамасыз ететін мемлекеттік бағдарламалар қолжетімді болмай отыр. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында көп балалы отбасы деп кемі 4 бала, олардың ата-анасын қоссақ, кемі 6 адам. Дәл қазіргі уақытта жаңа үйлер конкурс негізінде берілгендіктен, кей отбасылар сол бір бөлмелі 32-40 шаршы метрлік аядай пәтерде тұруға мәжбүр. Осыған байланысты бұл бағдарламаға өзгеріс қашан жасалмақ. Екіншіден, Әділет министрлігінің тіркеу қызметі мен заң қызметін ұйымдастыру департаментінің мәліметі бойынша 2022 жылы 129.707 жұп некеге тұрса, 51.220 жұп ажырасқан. Бұл дегеніміз үйленген жастардың 40%-ға жуығы, яғни әрбір үшінші жұп ажырасады деген сөз. Ажырасудың басты себебі материалдық қажеттілік екенін ескерсек, соның ішінде баспана бірінші орында. Жас отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету біршама мәселелердің алдын алары сөзсіз. Сондықтан мемлекеттік деңгейде жас отбасы бағдарламасын бастапқы жарнасы 10%-дан аспайтындай ұсынамын.